Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта негізгі сіз белгілі бір себептермен Госсакуп порталындағы пароліңізді ұмытып қалсаңыз, ETSP-ның емес, Госсакуп порталына кіретін пароліңізді ұмытып қалған жағдайда оны қалай орнына келтіреміз, сол жайлы айтылатын болады. Ол бір аса күрделі процесс емес. Осының алдында да ескертіліп айтылған болатын, пароліңізді міндетті түрде бір жерге жазып алыңыз деп. Бірақ енді белгілі бір себептермен ол жоғалып қалуы мүмкін, жазып қойған жеріңізден кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті сіз Госсакупқа кіресіз Google арқылы. Алдымен өзіңіздің ETSP-ңыздың паролін жазып кіресіз. Міне осы жерге келген кезде сіз пароліңізді есіңізден шығарып қалуыңыз мүмкін белгілі бір себептермен. Осы кезде сіз міндетті түрде плюсті басып бір жақ шетіне почтаңызды ашып қойыңыз. mail.ru. Және де сіз забыли пароль батырмасын басқан кезде сіздіге уақытша пароль міндетті түрде автоматты түрде осы почтаңызға сообщение болып келетін болады. Егер де почтаңызды паролін барлығын біліп, осылай ашып дайындап қойсаңыз дұрыс болады. Енді қазір келесі қадам. Забыли парольді бастым. На указанный адрес электронной почты отправлено письмо с инструкциями для изменения пароля. Енді почтадан SMS күтеміз. Сәл күтеміз. EGZ бұл жаңағына келіп түскен SMS. Осыны ашамыз. Ашқаннан кейін сізге осында сілтеме жіберіледі. Осы сілтеме арқылы өтесіз. Бұл сілтемеге өткеннен кейін сізге тағы да бір SMS келеді. Ол жерде міне сіздің уақытша пароліңіз. Сізге уақытша пароль беріледі. Осы парольді копировать етіп аласыз. Госсакупқа кіресіз. Енді осы жерге осы және копировать етіп алған парольді қоятын боласыз. Вставить. Войти. Міне өте оңай процесс. Енді осы парольді қайтадан өзіңізге ыңғайлы етіп сақтау үшін сіз личные данные басасыз, регистрационные данные кіресіз. Мына жерден көрсеңіз поменять пароль. Бұл жерге текущий пароль. Жаңа ғана сізге почтаға келген парольді осы жерге қоясыз. Новый пароль. Өзіңізге пароль ойлап қоясыз. Ешқашан ұмытып қалмайтындай. Пароль ойдағыдай сақталды. Енді выходты басып шығып, қайтадан кіріп көруге болады. Міне көргендеріңіздей парольді толықтай восстановление жасап алдық. Өте оңай процесс. Енді ешқандай бір пароліңізді естеріңізден ешқандай парольді ұмытпайтындай жерге жазып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Осымен біздің сабағымыз өзінің мәресіне келіп жетті. Өте оңай процесс екеніне көз жеткіздіңіздер деген сенімдемін. Тендер жаса мен тендер жаса.